Ақжайық ауданы өңіріміздегі әлеуметтік экономикалық даму жағынан алдыңғы қатардан көрініп келеді. Биылда жоспарланған ауқымды істер аз емес. Бұл туралы аудан басшысының тұрғындар алдындағы есепті кездесуінде жан-жақты баяндалды. Жиынға облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғали Есқалиев, облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшар және бірқатар басқарма басшылары қатысты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғали Есқалиев аудан әкімі Қалияр Айтмұхамбетпен бірге алдымен орталықтағы күрделі жөндеуді қажет ететін нөмірі 1 аралас орта мектептің жай-күйімен танысты. 1975 жылы пайдалануға берілген білім ордасы жібі түзу жөндеу көрмеген. Енді биылғы жыл талапқа сай күрделі жөндеуден өткізу үшін дайындық жұмыстары басталыпты. Ғимараттың құрылыс монтаждау жұмыстарының жобалық сметалық құжаттары дайындалып, сараптамадан өткізілген. Облыс әкімінің бірінші орынбасары қажетті қаражатты бөлгізуге ықпал ететінін айтты. Ғали Нәжімеденұлы Чапаевтағы Бұлақ сауда орталығында да болып, тауарлардың бағасы және отандық өнімдердің өтімділігімен танысты. Аудандар арасында алғашқылардың бірі болып, ашық әкімдік халыққа қызмет көрсету орталығы ашылған. Орталыққа аз уақыт аралығында 350-ден астам тұрғын ұсыныстарымен болған. Бұл қызмет негізі бір терезе қағидаты негізінде ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында ашылып отыр. Бұл ашық әкімдікте 24 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның сыртында жаңа мемлекеттік қызмет көрсету реестріне тіркелмеген қызметтер де бар, жаңағы арыз-шағым бойынша және консультациялық кеңестер де көрсетеді. Бұдан соң Мерей мәдениет орталығының үлкен залында аудан әкімінің жыл бойы атқарылған жұмысы мен алдағы жоспарлары сараланды. Есептік кездесу барысында әр салада жеткен жетістіктер паш етілген көрме ұйымдастырылды. Ауданда негізгі капиталға жұмсалған инвестиция көлемі 3 миллиард 532 миллион теңгені құраса, одан арғы жылдармен салыстырғанда әлде қайда артып отыр. Шағын кәсіпкерлік саласы бойынша 1751 субъекттер тіркелген. Осы салада жұмыс жасайтындар саны 2285 адамды құрайды. Ауыл шаруашылығы да қарқынды даму үстінде. Ірілендірген ауданда бір жылдары ауыз су мәселесі күрделі болған болса, соңғы кездері ол біртіндеп шешімін тауып отыр. Қазіргі уақытта 28 ауылда ауыз су мәселесі шешілген. Яғни аудан тұрғындарының 84,8% таза ауыз сумен қамтылып отыр. 2018 жылы Сайқұдық, Әтібек, Тамыстыкөл ауылдарына таза ауыз су тартылса, Көнекеткен ауылындағы су құбырын қайта құру бойынша құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілді. Барлығы 4 ауыл таза сумен қамтылды. 2018 жылы құрылысы басталған Шабдаржап, Томпақ ауылдары бойынша таза ауыз су тарту жұмысы биыл жалғасатын болады. Алдағы жылы 6 мекенге таза ауыз су жүйесін тартып, Базартөбе ауылында су құбырын қайта құру жоспарда. Сумен қамту үстіміздегі жыл 95%-ға жетпек. Ауданда тұрғын үй құрылысына жіті мән берумен, көгілдір отынмен қамту жоспарлы түрде жүзеге аса береді. Қазірдің өзінде тұрғындардың 92,5% газбен қамтылған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аудан көлемінде меценаттардың көмегімен 2018 жылы 70 миллион теңгені құрайтын 45 жоба іске асқан. Игілікті шаралар ағымдағы жылда жалғастырылатын болады. Биылғы жыл 20 жоба қолға алынатын болса, Бударин ауылында салынатын балабақша құрылысы болмақ. 2020 жылы Ақиық ақын Жұбан Молдағалидің туғанына 100 жыл толмақ. Осыған орай аудан орталығында Жұбан орталығын ашу ойда. Арнайы қор құрылып, әрі кәсіпкерлердің қолдауымен ғимарат салынбақ. Цифрландыру бағдарламасы шеңберінде жобалар тізімі жасақталып, жол картасы бекітілген. Күні кеше тұрғындарға арналған смарт Ақжайық мобильді қосымшасы іске қосылды. Бұл қосымша үнемі жаңартылып тұратын болады және тұрғындарға қажетті көмекші құрал болады деп есептейміз. Ауданның 52 елді мекенінің 54% интернетпен қамтылған, соның ішінде 5 ауыл талшықтық оптикалық байланыс желілерімен қамтылған. Цифрлы Қазақстан бағдарлама аясында 2020 жылға дейін 11 елді мекенді талшықтық оптикалық байланыс желілеріне қосу жоспарлануда. Есепті кездесу соңында тұрғындар өздерін толғандырған сауалдарын жолдады. Бірі ауыл іші жолдардың жайы, енді бір тұрғындар көпір мен спорт кешені керектігін айтты. Ақжайық ауданында дене шынықтыру, сауықтыру орталығын ашылуына бір қолдау беріп, ниет етіп осы ашылуына көмек етсеңіздер, жастар одан әрі мәртебесі биік болар еді. Тайпақ, Базартөбе, Қараутөбе елді мекендерінде Жайық өзені арқылы өтетін паромның орнына қалқымалы көпір салынама. Ең бастысы, бұл жерде қозғалыс бар. Ары қарай іске асады деп сенеміз. Аудан әкімінің халық алдында есеп беруіне арнайы қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғали Есқалиев қорытындылап, өңірімізде, соның ішінде Ақжайықта алдағы уақытта атқарылмақ іс-шараларға тоқталды.
Аудан әкімінің баяндамасында бізге қоғамдық монша ашатын, жылыжай салатын, тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін кәсіпкерлер керек деп айтылды. Өте орынды ол. Мысалы, бұрын, қазір қалай екенін сұраған жоқпын, бірақ бұрын Ақжайық орман шаруашылығында жылына 16 мың текше метр ағаш сүрегі беріп тұратын еді. Көбісі сол кездері отынға кететін еді. Енді қазір Құдайға шүкір газ бәрімізде бар, сондықтан отынға осындай көп ағаш кетпейтін болады. Яғни осы ағашты басқаша пайдалануға болады. Ағаш шеберханасын ашып, мысалы, құрылыста пайдаланып жүргеніміз жөн. Биылғы есептік кездесуге аудан бойынша 51 тұрғыннан ұсыныс ескертпелер түсіп, олардың барлығы да алдағы уақытта сараланып, шешу жолдары қарастырылмақ. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.